Естіп отырсың менің кабинетімде? Кіргендерін болса жуып берейін деген ба? Өсті менің заттарымды рұқсатсыз ақтарғанды ұмытпаймын да мен. Түсіну ғой. Жақсы, майор мырза. Жен, үндемеші. Өсті, менің рұқсатымсыз теспеші менің заттарым. Жүре ма? Мен просто саған жақсылық жасағым келді. Иә, білем. Рахмет саған. Біз жұмыстамыз ғой, қойсаңыз. Ештеңе етпейді, майорға бәрі болады. Талғат қазір біреу кірпесе ұят па? Бастықтар ешкімді алмайды. Рұқсат па майор? Не болды, Ешмаханов? Астында әйеліңіз күтіп тұр. Кім күтіп тұр? Білмеймін, өзін солай таныстырды ғой. Дежуркада астында әйеліңіз. Сөйлесуге уақыт жоқ, негізінде көңіл тоқ. Жаңа әндерді жазам деп, бүгін тағы отырдық. Майор мырза, не істеймін? Шақырайын ба? Жоқ, қазір тұра тұр. Короче, Ешмаханов, былай істеші. Жеңгеңді ал да, кафеге алып баршы. Мен күте тұршы жерде. Хорошо? Құпы. Махаббат хикаясы бітті деш. Жан, сен мен күте тұр. Мен қазір мөлдірмен сөйлесіп, не үшін келген біліп алайын. Жарай ма? Аты да онша емес екен ғой. Мөлдір. Вот қуған ағай шығар. Кешіріңізші, енді сіздің күрішіңізді ашпаймын. Өзімдікін жұп қойған едім. Ой, жоқ қаламға, саған емес. Представляешь? Ана Пішенбайдың қалада әйелі бар екен. Еще ол әйелі оны осында іздеп келген. Сізге үнемі үйленген жігіттер жолығады екен, иә? Мен қайдан білейін? Жоқ, ол айтпай ма маған? Бер сделасын. Вот он болған, а? Жоқ, мұнда жазылып тұр ғой, әйелі бар деп. Мен қалай көрмей қалғам, а? Өзіме де обал жоқ. Сонда әйелі не үшін келген? Ет біліп ба? Мен қайдан білем? Мен барып біліп келейін ба? Жай мен майор мырзаға барам да, ағайымна құжаттарға қол қойып жібересіз ба деп айтам да, әңгімелерді тыңдап қайтам. Қайдағыны айтпаш. Молодец, қаламқас. Я Гүлжан, тыңдап тұрмын. Алло? Айгерім, сен кафедесің ба? Иә. Короче, маған сенің көмегің керек болып тұр. Демографияны көтеретін шаруа бар. Саған демографияны көтеру үшін еркек керек. Сол ғой, еркектің шаруасы ғой. Қазір Пішенбай бар ғой, кафеге барады. Сол кезде әйелімен сөйлескен сөздерін тыңдап маған айтып бересің. Біреудің әңгімесін тыңдаған ұят емес пе? Былтыр Айсұлтанды ана лагерге жіберетін жолдама алып берген кезде ұят болды ма? А? Оның орнына басқа бала бару керек еді ғой. Болды, түсіндім. Жарайды. Барынша енді естіп көруге тырысам. Давай. Майор мырза, жеңгемді кафеге апардым. Барлық іс жабылды. Осы айда нарушение жоқ. Молодец, құтты болсын. Естейін, той жасап берейін ба? Жұмысын қойсаң. Жұмыс болғанда, майор мырза, не ғой? Сіздің алдыңыздағы басшылық жақсы жұмыстар үшін аз-маз премия ақша беретін. Жұмаханов, раз и навсегда есіңде болсын. Ақша ол қолдың кірі.
Не болды, сіміріп қалдың ғой кәдімгідей. Жарайды. Берем сендерге премия. Бұрынғы басшылықтан қай жеріміз кем? Рахмет. Давай. Майор Мырза. Әй балам, сен бе үшірдің бастығы? Мен, не болды апа? Онда сен дұрыс жұмыс жасау білмейді екенсің. А? Иә, сапатал түсте құдалықтан немерелеріме алып келе жатқан сарқыт пакетімді ұрлап кетті ғой. Ішінде алма, торт, бауырсақ, шоколад бәрі болған. Апа, уайымдамаңыз, бәрі нормально болады. Сен нарушение жоқ деп едің ғой. Не алдыңыз? Апа, бәрін тауып береді. Полный пакетті. Жарай ма? Сарқытын тауып бересің, болмаса атаң басы премия саған. Лейтенант, бергіші. Қазаба, ойнамыз. Ұшып отырып. Магазинге барасың. Бауырсақ, сүт, шоколад, алма. Тағы не керек еді, апа? Корейский салат. Корейский салат алып келесің, түсінің ба? Немене закуска ма? Қазір апа екеуміз отырып ішеміз. Қайтесің, артық сұрақ қоя бермеші. Баршы, бол, тез. Бегом. Ақша? Лейтенант, запомни раз и навсегда. Ақша – ол қолдың кірі. Түсінің ба? Бегом, мен велигіме отырасың да, ұшасың. Бегом! Апа, уайымдамаңыз. Тауып береміз. Бәрі жақсы болады. Келіңіз, отырыңыз. Құрметсіз бе? Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Мен жауап салайын шөт. Біздің ауданымыздың полиция бөлімінің бастығы өте жомарт адам. Қуаныштымын. Есім Сабина болады. Кім? Сабина. Хотя бы нормально орамал неге қоймайсыңдар, не сұмдық? Сабина. Сау болыңыз, Сабина. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Кімсіз? Мен полиция бөлімінің басшысы, сіздің күйеуіңіздің орынбасарымын. Короче, пішенбай жібердім мен. Менің сүйікті жарым өзі қайда. Әйелінен қашып жүрме. В общем, бас екеңізді мүлде көргісі келмейді. Но бірақ сіз любой сұрақты маған қоя берсеңіз болады, мен бәрін жеткіземін оған. Не қалайсыздар? Латты. Латты. Тағы не қалайсыз? Болды деймін, бара беріңіз. Жақсы. Короче, уақыт аз, не үшін келдің? Мына жерде ажырасуға дайындалған құжаттар. Бас екеңе апарып қол қойды. Өкеме, мынаған нотариус қажет қой. Нотариус өзім. Ол жағын уайымдама. Не ғой, кофе не болды сонымен? Дайындалып жатыр. Өзімен өзі дайындалып жатыр ма? Сіз мұнда, кофе анда дегендей. Қазір. Сәйт болды, мен қол қойды өтіп келейін, айтайын деген. Негізі бар ғой, пішенбай идиот ше. Сендей қатыным болғанда, мен до конца барушы ем. Гүлжан, мен дұрыс тыңдай алмадым. Бірақ Талғат бір қағаздарды алып кетіп қалды. Менің тыңдамақшы болғанымды сезіп қойған сияқты. Қастарына короче вообще жолатпады. Жақсы, Айгерім, рахмет. Түсіндім. Жоқ, көмектескісі келмесе неге бірден айтпайды? Бәрін өзім істеуім керек.
қандай күшті, өмірлер сериал сияқты. Талғат Асқарұлы, кірсем бола ма? Болады. Қайдан білейін? Әйеліңмен отырма деп қалдым. Мен вообще-то ажырасып қалып жүрген адаммын. Сол үшін қатыным туралы айтпағым. Да? Да. Сонда не, ол сол үшін сандалып келіп пе осында? Негізі электронно ажырасуға болады ғой. Иә? Көрсетіші. Осы үшін келген екен ғой. Прикинь, мынаның арасына басқа өтірік документ тығып, и Пішенбайды, то есть мені үйсіз қалдырмақшы. Оңбаған әйел болғаннан кейін мына сені үйсіз қалдырайын деген ғой. Қалай дәті барды? Масқара. Прикинь, егер сен болмағанда мен кәдімгідей далада қалайын деп отырмын ғой. Ей, тоқта! Тоқта деймін мен саған, жайма сенікі бер кел. Ал кел. Қуасың ба? Сен немене менің велигіма тиісесің? Енді мұнда сенікі деп жазылып тұрған жоқ қой, генерал. Чо, кім рұқсат берді саған біреудің затына тиісуге? Дұрыс айтасыз, енді мен спортпен шұғылданайын деп. Енді осылай істесең 15 күнге абонемент алып берем, обезьянникке. Сол жерде спортсмен боласың, ұқтың ба? Понял, генерал. Пакет қайда мына жерде? Қандай пакет білмеймін, ешқандай пакет көрген жоқпын. Ей, мына жерде тұрған сарқыттармен. Қайда кеттің сен? О, Глория! Айтсам сенбейсің. Бізді тура екі бірдей пакет. Бірақ екеуінде де арақ жоқ. Мен не айттым? Түскі тойдың сарқыты бірдей деп. Сол үшін ғой түскі тойға бармайтын мен. Майор мырза, бір жатқа қол қойды. Түсінбедім. Мына жағында неге қол жоқ? Ол жерде қол болмайды. Кейін де ешқашан. Сыпайы түрмен айтқанда, мынаның бәрін алсын да артына тығып қойсын деді. И үйіне кетсін деді. Кім? Пішенбай? Бастық атырмасын. Отыр. Сен бүйтіп айқайлай бергеннен толқы жоқ. Қайтесің, нервімді құрды. Пішенбай по-любому сен кіргізбейді. Мен бұл шаруаны ертеңге дейін бітіріп, қалаға кетуім керек. Түсініп тұрмын сен, но амал готовый. Бәлкім сіз маған көмектесерсіз. Пішенбай сізді тыңдайды. Өтініш. Мен үшін. Жарайды. Көмектесейін. Әйгерім? Бізге шампан алып кеш. Және медовик. Мынау ажырасуға келген әйел ғой, немене сүлік сияқты жабысып алған? Точно бар ғой, қазір барам да, шашын жұлып қолына берем тура. Алшы мынауынды. Мына сериал қашан шығады екен, Қызық болайын деп тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Так, маған бір ұйықтататын дәрі беріңізші. Лажы болса мощный беріңізші. Оны не істейін деп едіңіз? Да, бір әйелдің суына қосып ұйықтатып тастайын деген ма? Қазір.
Апа, қалыңыз қалай, сіз не істеп жүрсіз? Не болды, сарқытыңыз табылды ма? Жоқ, әлі таппады. Немерелеріме құр қол баруға, ұялып үй жаққа да бара алмай отырған жоқпын ба? Мінекей, сізден 5 теңге. Зачки беріңіз. Отырсын қарашы, албасты ұқсап. Не сен алдап, үйді өзіне жазып алмақшы болдың ба? Мә, ұқтың ба? Кто ты такая вообще? Кто такая вообще емес, ұқтың ба? Пішенбай қазір мені жақсы көріп тақшы шмоткаларын жинады, қалаңа тайып тұр. Түсінікті бәрі. Пішенбайдың ауылдан таулаған қатын сен екенсің. Әдеттегідей түк талғам жоқ. Какой талғам саған, а? Не оттап тұрсың, аузыңа ие бол, ұқтың ба? Не істейсің ал? Істеймін мен, істеу! Давай! Мә қал! Көмейсақ жүрсін! Сен шегіртке! Араласпа! Айгер, қош. Сас, бәрін қазір өзім шешем. Пішенбайдың қатыны мен. Ұқтың ба? Әне Пішенбай! Гүлжан, не істедің сен? Не істедің? Мен қорғандым, өзі ғой вилканы алып шыққан. Мен қорғандым. Тыныштық па, не отыр мына жерде? Қазақ еліне минус бір қатын десең, тірі ма мынау вообще? Тірі, бұндайлар өлмейді. Больницаға апарамыз қазір. Қайтып жоғалтып алдым. Жоғалтып алған жоқпын, біреу ұрлап кетті. Қайтып алып, сатып алуға миың жетпеді ма не? Ми жетті ғой енді, бірақ ақша жетпеді. Что там, Шерлок Холмстар? Сен ана апайдың сарқытын әлі таппапсыңдар ғой. Ми керек болса оны просто сатып аласыңдар и болды, істі жабасыңдар, все. Солай істейік дегеніміз ғой, мынауға бәрін құртқан. Ақша жоқ болса маған не қыл дейсің енді? Короче, бастыға тұрмаңдар. Сатып алыңдар и все. Сыйақ сап. Ал, құры бар. Сдачасын алып кел, түсінің ба? Братан, қалайсың? Не болған? Ойбай, братан, мына жерде қатын файтнайт болды, о сұмдық болды ғой мына жерде. Анау кім қайда? Кім, әйеліңіз ба? Ауруханада. Қалай ауруханада? Братан, ана Гүлжан әпшем бар ғой, сұмдық екен ғой. Ана бутинканы алды да әйеліңіздің басынан аңқ еткізді ғой. Так, қайсы ауруханада дейсің? Қанша аурухана бар негіз біздің ауылда? Сол біреу-ақ қана ғой. Қалайсыздар? Талғат мырза, мен жаңа ғана сізге хабарласқалы жатыр едім. Все, болды, уайымдамаңыздар. Бәрі под контролем. Күдіктілерді анықталуда, қылмыскерлерді ұстаймыз да жазасын береміз. Так что рахмет, сізге бара берсеңіз болады. Жақсы, мен онда рентген кабинет дайындай берейін. Сіз сөйтіңіз. Өзі? Не өзі? Өзі бастаған. Солай ғой, Айко? Иә? Жоқ, кім бар деді саған оған? Неге барасың оған? Кетіңдерші, давай тезірек. Тез. Все, давай. Не істеп тұрсың мұнда? Әдемісін ай. Жатсай, палатаң ай, жатсай. Сіздің әйеліңіз бе? Иә, менің әйелім. Тәке, әйеліңіз сұлу ғой, бірақ мінезі шатақ сияқты ғой. Көңіліңізге алмаңыз. Қысқасы, витаминдерді ішіп,
режим сақтасаңыз, бәрі дұрыс болады. Не болып жатыр өзі? Мен өзім айтып беремін қазір не болған. Дәрігер, сізге көп рахмет. Иә, жақсы. Ай, басым. Мөлдір. Неге сен ондай барын бұрыннан бері маған айтпағансың? Не істеп қойыппын мен? Не істеп қойдың? Вообще есіңде ештеңе жоқ па не? Шап бердім. Ұстасып қалдық. Ұстасып қалдық? Сен ол қатының аяғына вилка тығып алдың, білесің ба? И сол үшін ол сенің басыңа шампанскиймен ұрды. Шақыршы өзім. Немене өз-өзіне көп алып жүр? Шашын жұлып қолына берейін. Тихо, успокойся. Сенің үстіңнен іс қозғалғалы жатыр, білесің ба соны? Но, егер сен тез арада бұл қаладан кетіп қалсаң, Пішенбай бұл іске көзін жұмамын дейді. Мен ана қатын үшін ауруханада жатырмын. Бас деген дыңылдатып әкетіп барады. Қашан шығатыны белгісіз. Я білем. Негізі солай, бірақ Пішенбайды білесің ғой, 2 секундта жағдайды қалай өзгертіп жібере алады. Өзің ойла, полиция қызметкері қорғану мақсатында сені ұрды. Ол не? Ол? Талға? Но бірақ кішкентай бір нәрсе айтайын саған, құпия нәрсе. Бірақ шындық. Сен ұнап маған. Сол үшін мен Пішенбай попрошу, чтобы сенің ісіңе көз жұма салды. Хорошо. Рахмет. Не болды, настроениең нәскиге түсіп кетті, әлде орның туалеттің қасында ма? Купе. Талғат. Ау. Көп рахмет саған. Қалада болсаң хабарласып тұр. Ал жақсы, мен жүрейін. Все, ауырдамыз. Давай. Түрмеде отырғанымда Абайдың мына сөзін оққанмын. Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Капитансыз ба? Иә, Мыңбұлақ ауданы полиция капитаны Азиза Бекзат деген. Неғып күлесіз маған қонаққа келгенде? Майор Жұбанаев. Сауыңыз тілейм. Көріпсің ба, қандай краш екенімді? Тоқта! Сен бар ғой маған бірден ұнамадың. Бір түрлі менсің. Unico play. Талғат! Талғат! Формун қайды? Көзіңе қараса шишак. Өле алмай жүрсің ба? Не істейсің қағып кетсем? Мынау пешеход қой міне, қара, пешеход. Пешеход көріпсің ба? Бамперді сындырдың ғой, нақұрыс. Аяғың артық болып жүр ма? Не дедің? Жібер. Көзіме көрінбей жоғанда жеп түсіндің ба? Біз жолғамыз әлі. Не? Ештеңе. Жоғал бар. Білмейді екенсің мен кім екеніңді. Нақұрыс. Тағы да бірдеңе керек болатын болса айтасың. Жоқ, рахмет.
Ештеңе керек емес. Сен онсыз да маған көмектесіп жатсың ғой, Талғат, рахмет. Талғат әдемі есім. Менің есімім кім болды екен? Мен білмеймін сенің есім кім екенін. Алсашы любойын, Мағжан, Ержан, Орасхан. Жоқ. Маған ерекше есім керек. Талғат деген есім алсам, қарсы болмайсың ба? Серьезно? Әдемі ғой. Бапты онда. Ала ғой. Ладно, давай, мен кеттім. Рахмет, Талғат. Сен өте керемет жансың. Өз басым саған қатты ризамын. Рахмет, Талғат. Жақсы. Негізі, мен де өте қатты ризамын. Өзіме. Давай. О, сосиска в тесте. Кім туған күні? Ача, сен туған күнде ғана жейсің ба не? Түріне қарса, күнде туған күнді ойлайтын сияқты. Естідіңдер ма? Нені? Облыстан комиссия келейін деп жатыр. Физикалық дайындықтарын тексереміз дейді. Ертең аттестациядан құлап жүрмендер. Сол кезде күлгендерін көрем сендердің. Ача, ол тема шешілмеді ме не? Шешілмеген ғой? Жинаған ақшамыз құрдан босқа кетті. Кейде ойланам, бізге физио не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын күнге де жеттік. Физио жоқ жердің бәрі деймін. Жоқ, біз полицейскийміз ғой, спортсмен емес. Жаңағы бандит қашып батса, біз жетпесек оқ жетеді деген сияқты, мысалға да, сондай әңгіме ғой, да? Дұрыс айтасың. Сен қалай тапсырайын деп жатсың, қалыңбас? Түсінбедім. Саған тапсыру қиын болады, ты чё? Не ол? Сен тупойсың ба, не айтып тұрсың сен? Жайма, не болды? Егер де сен маған семізсің деп айтатын болсаң бар ғой, сен бетіңді семіргенше ұратын едім. Мен семізсің деп айтқан жоқпын ғой ол қызға, просто тапсыра алмайсың деп айттым ғой. Ол әйелдер тілінен аударғанда семізсің деген мағынаны білдіреді. Қаз, гусь, так. Ағылшыншасы да? Сондай маған қазақта үш тоғызлысы тіл саясат деген бар ғой. Майор мырза, подполковник келіп тұр. Қайда подполковник? Неғып жер көкке сыймай талдаңдап жүр десем, түсінікті болды. Мұрның қызарып қалыпты ғой. Ауырып жатқан жоқ па? Сен тексерілмедің бе барып? Иә, тексерем ғой. Алдымен отделдің физикалық деңгейін тексеріп алайын. Мұрынды сосын көре жатармыз. Бірақ сендерге қиын болады ау. Өтте қиын болайын деп тұр. Не дейміз енді? Сәттілік. Нені тексереміз дейді? Әдеттегідей ғой. Тартылу, секіру, құлау, ентігу. Полиция болғанның өкіні сол. Майор мырза, мұрнын сіз бе қойып берген? Бекер. Бекер сенесіз деймін. Сенкін де бойып берейін ба? Жоқ керек. Көтін қысуында. Бар да жеке құрам жина. Шөдім, дайынсыз ба? Жер аттыңыз. Жоқ уақыт жоқ, ойланарға. Балық сияқты жүзеді екенсің, ә? Армандар көп, қойған ылғай. Жоқ уақыт Келес, Тәте ханым. жүрме босқа. Ертең Абайла. күн баста. Мен бастадым. Мощно. Көрші қалқым, ұнытыңда. Шүкір Алла, хотя бы бір адам бар екен ғой. Үмітімізді ақтайтын. Біріміздің артымыздан біріміз. Сұрасаң бұл қандай әуен. Ой! Жұмақ. Позвоночник. Ал, Жұмақ ханым.
бүкіл үмітіміз сенде. бізді күтер Оң терминатор ғой. Тоқташы. Шықшы. Мен ба? Сен. Қатылайын. Болса сөйлей беремін. мен бастадым әдемі көрші қалқа Қолдар қолдар. ұнат егер көңілің сұрап Давай, шаршамаймыз, бұл тек бірінші ғана кіру. Давай! Ой, не болды? Көбірек темек тартпайсың ба? Смалаң шығып кетті ма бәрі? Айтмаға үш адам. Майдарың ақ кетті ма? Так, не понял. Гүлжан қайда? Жоқ, келген жоқ ол. Неге? Анау, инструктор досың ғой. Доссаңда одан қателеспеген десеш, мен айтқан жоқ, несі басеке. Көше болды. Lan темекі беріңдер, өзіне кеп алсын. Гүлжан, қалайсың? Жақсы. Не ғой, анау, сені келген комиссиямен инструктор ше, сонымен дос дейма, сырлас дейма, таныс дейма, че там? Кім? Бикош па? Ал, сен үшін Бикош па? Иә. Ше, қатты ұзақ араластыңдар ма, Бикош дейтіндей? Неге ол саған зачет былай ақ қоя салады? Енді ол менің курстасым ғой, маған қоймағанда кімге қойды? Да? Не болды? Ештеңе. Әлде мені қызғанып тұрсың ба? Жоқ, неше қызғанамын сені. Просто сонымен кішкене сөзге келіспей қалдық. Мұрны қыш жөлген ғой, бірдеңе шығып кетті, ішінеше жасыл бірдеңе ма, мұрын бақпа білмеймін. И сосын күгіріп кетті мұрны. Бояп бере салған ғой. Нең бар ода? И в общем, сол үшін бүкіл бөлімшені құлатпақшы. Соған сен ақыры араласады екенсің. Не жүрсеш? Фікілдеп жүрсеш. Бөлімше үшін, мен үшін, отан үшін, ел үшін. Жарайды, сөйлесіп көрейін. Ас болсын. Сорпа ма? Негізі сорпа деген жақсы ғой. Дәмді, сұйық, еще ыстық. Ұзақ тұрып қалса, суып кетеді. Не керек саған? Қалың қыз, сенде артық салмақ бар деп мен айтқым келген жоқ. Просто сені ойымда дұрыс жеткізе алмадым. Кешірші. Кешірдім? Серьезно? Кәдімгі жеңілдеп қалдым ғой мен. Негізі бар ғой, артық салмақ деген ол көп қозғалмағаннан. Сен қозғалмайсың ғой вообще жұмыста. Айгерімді қараш, целый день жүгіреді. Сосын ол апарық. Бізге жұмысқа кірсе, ол да сен сияқты былшиып кетеді. Былшиып? Иә, бүйтіп жайылып кетеді. Қайтесің енді, бас істемейді ол адам. Сондай болады олар. Алдатына қарамайды. Енді жүр, не саған айта алмайды, не маған айта алмайды. Бұтына түшіп қойған адам сияқты. Жоқ, еркек деген еркекше болу керек қой. Мен енді қайтем енді, бір жерде жұмыс істейміз, енді мен істеймін. Жақсы, Бикош, рахмет саған хабарласамыз, иә. Апарып тастадың ғой кәдімгідей, до конца. Есіңе жауа алмайсың ба, хотя бәрін естіп қойдың? Жоқ, енді біз сөйлестік қой. Олармен олай сөйлеспесең ұқпайды, кешірмейді. В общем, сен оны кешке кафеге шақыр. Сосын ана конвертке рахметіңді салып, берде шығарып сал. Білем,
бой емеспін. Жаңа сен телефонда айтқандағыдай. Сосын ботыңа түшті деген шілей болып кеткен сияқты. Құлаварына ұят болды. Баруым керек. Тарт қолыңды. Конечно, ұят болды. Құдалық болсын, шалат деп апарған шығар. Шамасына қарамай ма кішкене? Полиция мырза, өтінем. Жібере салыңызшы. Bir жолға кешіре салыңызшы. Кешіріңізші. Қол қойып жүру керек еді. Мына бірінші бетінде. Сіңілім, сенің де мен сияқты аяғың ауыр екен. Маған көмектесіп жіберші. Айтшы босатсыншы күйеуімді. Ой, жоқ, қайдағы жүктілік? Менің аяғым ауыр емес, сүйегім ауыр. Сосын бұл жерде бұлай байбалам шығаруға болмайды. Ана жерге отырыңыз, сабыр етіңіз, күйеуіңіз міндетті түрде шығады. Бәке, тағы да кешіріп қойыңыз енді. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін талғат болмайды дейді қазақта. Жарайды. Ең бастысы қатең түсінсең болды. Байқайым сен негізі өсетін жігітсің. Енді сіздерден үйреніп жатырмыз ба? Иә. Не ғой, содан кейін ау. Біз оның мәселесін шешсек. Официант. Тыңдап тұрмын. Тағы не керек? Маған сенің жүрегің керек. Сосын телефон нөмірің керек. Сосын мынадан бір қайталап жібер. Жақсы. Әдемі келіншек екен, ә? Енді бұлай, бір-екі рет. Бұнымен танысу керек, телефон нөмірін алу керек. Айгерім, өте әдемі келіншек екен. Жұмыстан кейін қолыңыз бос шығар, я? Әйгерім, сол күш маған. Пожалуйста. Шөлдеп қалдың ба? Біреш, бірден айтам саған. Просто, не ғой? Шак, бағана қаз болды ма саған? Короче, мына тексерісінде өткізді куртыңды қысып тыныш кетесің мына жерден. Әйтпесе мұрныңды қалдырып кетесің, түсіндің ба? Түсіндің ба, Түсіндім. Жоқ ал. Кет бар, көзіме көрінбе. Саулығын сілеймін, полковник мырза. Сізге мына анықтаманы берейін деген. Екі қабат екенін растайтын анықтама. Сенікі ме? Жоқ, менікі емес, Қаламқас деген қызметкердікі ғой. Оның аяғы ауыр, физио тапсыруға болмайды. Бала сенікі ме деймін? Иә, менікі. Құттықтаймын. Тексерістен босады, уайымдама. Түсінбедім. Қаламқасты не үшін босатқан? Оны Ержаннан сұрау керек. Үндемей жүріп, Қаламқастың аяғын ауыр қылып қойыпты ғой. Сен өтірік айтсаң да кішкене құрастырып айтшы. Соны айтам. Екі қабат емес, просто толық мынау сияқты. Шынымды айтам деймін, жаңа Ержанның инструкторға Қаламқастың аяғы ауыр деген аттама қағазын беріп жатқан өз көзіммен көрдім. Серьезно айттым? Құтты болсын. Жиналып қалыпсыздар ғой. Жиналып қалыпсыздар. Жиналып қалды, құтты болсын, айтпайсыңдар ғой, а? Түсінбедім. Мен түсінбедім. Мен да неге босатылды деп жазып қойған? Соны айтам, босатылды емес, босанады деп жазу керек. Ержан екеуін қашан көрсін? Сенің екі қабат екен білеміз бәріміз, е? Білеміз ғой. Не? Не емес, сен жасырмай қой бізден, е? Саған уайымдауға болмайды, саған аттестация жасауға, тапсыруға болмайды, сол? Бәрін түсінеміз. Батя! Мәне! Құтты болсын!
Молодец екен. Красавчик. Молодец. Қашан үлгерірсіңдер, айтпайсыңдар қойсыңдар. Киндер пати қашан е? ержан сен 1 минутқа бола ма? Бір-ақ минут па не? Аяғына салғым деген анаң. Снайпер, қателесіп қалма. Сен есің дұрыс па? Қашаннан бері мен 2 қабат қойып қойдым. Сен 2 қабат емессің. Қойшы. Рас. Просто сен қиналмасын деп зачеттан сен босата салып, өйстіп жаза салдың. Қайта жақсы емес па? Турникке тартылмайсың, отжимание істемейсің. Жүгірмейсің, секірмейсің. Зачем саған бұл? Солай в общем, ананың мұрнын тағы да бояп бердім. Бұл жолы не үшін? Просто адам емес ана вообще. Дұрыс болды. Баяғыда басқаша еді, қазір подполковник болғалы өзінше болып кеткен ғой, анау сөз көтермейді, анау генерал болса ертең бәріміз қыратын шығар. Вообще білесің ба, мен не үшін араласып жүрмін? Пайдасы болғаннан кейін араласып жүрмін. Группаласым болмақ түгіл кім болса да мен оны сөйлеспейтін едім. Дұрыс болды бұрын көгерткен. Вообще басын жұлып алу керек еді. Гүлжан. Так. Мен сенің группаласым деп аяп жүрсем, сен де ел қатарлы. Бәрімен бірге тапсырасың. Күміне ғой, бауырым. Давай, шуласпай, қайнаспай, бір-біріміздің нервімізді, уақытымызды құртпай. Адам сияқты келсек та, жігітше. Жақсы. Мен мұнан жоғарғы жаққа жеткізем. Көрейік, не дейін. Жай тексеріп жатырмын, не болды сонша, молодец, тексерістен өтті. Баған кес. Ал сендер өтпейсіңдер. Вообще өтпейсіңдер. Сен кет қош, ұзаққа. Саламатсыздар ма? Сәлемсіз. Не қылайсыздар? Бизнес ланч бар ма? Не? Қоя тұршы. Қарындас, Нарксын көрмедің бе? Көрдім. Осында бір алқаштың тісін қағып алған. Күшті полицейский. Полицейский? Иә, кәдімгі формасы бар полиция қызметкері. Оның қайда кеткенін көрмедің бе? Мен қайдан білейін? Бірдеңе тапсырыс бересіздер ма өзі? Су тек асқын тотығы. Су тегім асқынып кеткен екен. Өзім кеше білдім. Семьям әлі айтпадым. Перекис деген ол жаман ауру. Құдай сақтасын, сол өзі біртүрлі болып жүрмін. Жарайды, бар. Келесі. Ұшыну? Кешегіден қалып кеткен тамақ жеген ғой. Соған ұшынып қалдым. Негіз маған көз тиген. Анша-мұнша тамаққа ұшына бермеймін мен. Көз тимесін енді. Бар. Токсикоз? Сен өзің оқудың ба сұрақты? Соңғы кезде жаман токсикоз болып бар ғой. Жалпы не бол? Ол не екенін қаламқастан сұрап ал. Бар. Анау қайда? Анау мұнда. Жөнім, бастаймыз ба? Сен өзіңе қатты сенімсің. Иә. Бөлімшең түгелімен құлайын деп тұр. Мұна қарас бірақ күлерін. Біреуі де дайын емес. Так, былай істейік. Сенің конкретно маған қадалып тұрсың ғой. Маған қайсысы тапсыра алмайды, орнынан мен тапсырам. Қалай? Денсаулығың көп пе не? Шүкір Алла, бұйырған. Че там, көреміз ба? Жарайды, көрейік онда өнеріңді. Мен де өзім тапсырам. Аяқ ауыр дегенде өтірік болып шықты ма? Оны ауруханада шатастырып алыпты. Дай көп сөйлемей бастайықшы. Тұр. Бошын бұлай. Мұнан есепті алғанның өзінде де әлі тапсырмаған 11 адам бар. Да? Солақ па? Все, кет. Турник мұна жақта. Бір. Неме өзің чорт қып тұрсың е? Көшеде ешкімді менсінбей жүретін, көрінгеннің машинесін теуіп,
мұрның көгертетін черт қайда? Әділ емес? Әділдік па саған керек? Все, давай мыналардың бүкілін көзінше менің мұрнын көгеріп бересің. И тең боламыз. Нормально? Жоқ, олай болмайды. Кросс жүгіресің. Базар жоқ, жүгіріп берем. 10 километр. 11. Противогазбен. Давай, әңгіме жоқ. Бірақ егер жүгіріп берсем, мынаның бәріне зачет қойып бересің. Келістік па? Ал егер жүгіре алмасаң, осының бәрін басшылыққа баяндаймын. Екен атаңан әлем. 10 километр противогазбен. Суге уақыт жоқ. Бәрі дұрыс па? Өліп кетпеш әйтеуір. Жетпеген сол өден. В общем, былай. Короче, бәріңе зачет. Бастықтарыңа рахмет айтыңдар. Сөзінде тұрды. Рахмет, Бәсеке! Майор мырза, тұрмысшы. Болды. Шақын қатын етпеңдер. Кет, көтерсеңдер. Алло, Нұреке. Ана Қылыйды бірнеше адам полиция формасымен көріпті. Анау шынымен мент болып кеткен сияқты. Сен жан-жағыңа қараш, маңайыңда бір үлкенірек тас, немесе кірпіштер жатқан жоқ па? Кірпіш дейді. Қарап көрейін, Нұреке, не үшін? Сол кірпішті ал да, өзінің басынан 2 рет ұршы, мүмкін істеп кететін шығар. Салаң, жек қуасың ба? Ол Қылый ғой, Қылый, оны полицияға кім алады? Тезірек табыңдар, тез! Мыйсызде сала кешек! Go play